Достар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз үйде осындай әдемі пирожки дайындадық. Пирожки менде үшеу қалды. Желінді, Аллаға шүкір, барлығы. Өйткені тым дәмді болған, тым керемет болған. Холодильник тазында ашып қалсам 300 мл сүт қалған екен, содан алдым да жасай салдым. Неден жасадым? 40 қабаттан және де картоп салмасынан жасадым. Міне осындай керемет біз пирожкилер шықты. Ал достар, енді бұл пирожкидің рецептіне кірісеміз. Ең алдымен бізге 300 мл жылы сүт керек. Жылы сүтімізге 7-9 граммдай дрожжымызды қосып аламыз. Содан соң 50 грамм сұйық майымызды қоямыз. Мен тағы да 2 ас қасық майонезден салып жібердім. Пирожкидің сырты қытырлақ болып пісуі ол майонезге байланысты деп ойлаймын. Содан соң жарты ас қасық тұз, 2 үлкен ас қасық шекерімізді қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Масса жылы болу керек. Барлығын араластырып болған соң 500 граммдай ұн қосамыз. Мен байқаусызда ұнды өте көп қосып жібердім, сондықтан менде осындай қатты қамыр шықты. Қамырларыңыз қатты болмау керек. Енді қамырдың арасында дрожж бар ғой, жұмсақ болады ғой деген үмітпен, ниетпен қамырымды әрмен қарай ашытуға жібердім. Қамырымызды жылы жерге қойып, бетін жауып, көтерілгенше күтеміз. Мен 2 сағаттай күттім. Салмасына мен картоп езбелерін қолданамын. Ешқандай май, сүт, су қоспаймын салмасына. Құрғақтай осылай өзінің салмасы болуы қажет. Тек қана тұз қосамын картошкаға, болды, басқа ештеңе қоспаймын. Бөлек табадыста мен жақсылап майталап капустаны турап алдым. Ол жерге жуаны да, яғни пиязды да турап жібердім. Ол екеуін жақсылап тұзын, бұрышын қосып жақсылап қуырып алдым. Бір кезде су шықты, суына бұқтырдым өз-өзін. Және де осы біздің салмамыз дайын болғаннан соң екеуін араластырып жібердім. Мінекей біздің қамырымыз ашыды, мен оны бір қайтара үйлеп алдым. Қазір енді осы қамырымызды аламыз да 50 граммдай кішкентай бөлшектерге бөліп шығамыз. Бөлшектерге бөліп болғаннан соң әдемілеп боқтаумен жаямыз. Мен жұқалап жайғанды жақсы көремін, арасы пісу мақсатында. Осылай бір ас қасықтан салмасынан қоямын, қолмен осылай қысып пирожкилардың салмасын. Қамырды ұстау арқылы ішіне бүкіл жеріне жайып шығуға тырысамын салмасын. Мінекей осындай форма бізде шықты. Осыны жақсылап қызып тұрған майымызды асықпай қуырып аламыз, жай отта. Мінекей соңында бізде осындай румяный әдемі пирожкилеріміз шығады. Осымен біздің пирожкилеріміз дайын. Баршаларыңызға ас болсын. Пирожки осындай. Назарларыңызға өте көп рахмет. Видеоны лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода аман есен жүздескенше.